Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлемдегі ең бай қайыршы кімдер? Миллионерлердің қалай бай болғаны жайлы көптеген оқиғаларға таныс шығарсыздар. Ал далада қайыршы болып жүрген, баспанасы жоқ адамдардың байлыққа қалай жеткені жайлы білгіңіз келсе, келесі тақырыпты оқуға кеңес беремін. Халил Рафаати. Бұл кісі әлемдегі ең бай қайыршы адамдардың бірі. Ол 2013 жылы 33 жасында Лос-Анджелес көшелерінде қайыр тілеп жүрген. Оның көкейінде әбден тәуекел болғаны соншалық денесінің бәрін жаралар басып кеткен. Ол бірнеше рет есірткіні тастауға бел буады, бірақ үнемі күші жетпей қалатын. Бір жолы ол шамадан тыс пайдаланып, ес-түссіз құлап емханаға біраз емделуге мәжбүр болады. Сол кезде бай болудың армандаған ол өз өмірін өзгерту керек деген шешімге келеді. Аптасына 7 күн 24 сағат жұмыс істеп, өзінің досымен жиналған ақшаға жеке шағын өндіріс компаниясын ашады. Қазіргі таңда оның компаниясы жылына $600 миллион табысқа әкеледі. Ал қол астында 200-ден астам жұмысшысы бар. Курт Дегермен 30 жылдар астам уақыт бойы қайыр сұрап келген швец азаматы. Курт Дегермен өмірінің соңына дейін $1,400,000 ақш жинаған. Бір қағазында оның басқа қайыршы адамдардың айырмашылығы жоқ сияқты. Ол қоқыста табылған фастфудтың қолдарынан тамақтанып, сол жерден киінген. Ұзақ уақыт бойы ол сыр және басқа сусындардан, бөтелкелерден жинаумен айналысқан. Бірақ басқа қайыршыларға қарағанда ол жинаған ақшасын алкоголь мен есірткіге емес, Швецияның үздік компанияларына, акционерлеріне инвестор жасап отырған. 2008 жылы 60 жасында қайтыс болған Курт Дегермен бүкіл әлемде таң қалдырды. Бүкіл әлемді акция және басқа бағалы қағаздарды ретінде 8 миллион крон, $1,1 миллион қолдарған анықталды. Ал есеп шотында $300 миллион ақш табылды. Дегерменнің отбасы мүшелерінің айтуынша, бала кезінде ол өте қабілетті болған. Дегенмен жеке дағдарысына салдарынан Дегермен қоғамның астыңғы сатысына кетуге шешім қабылдаған. Леонид Коновалев 3 жастағы Сібір қайыршысы 20 жыл бойы қоқыста өмір сүрген. Леонид Коновалев бөтелке жинаумен айналыспайды. Дағдарыс себебінен ресейліктер алкогольдік ішімдіктерді көп мөлшерде іше бастады. Бұл жағдай ол үшін көмегін тигізді. Ол күніне 2000 бөтелкеден тапсырып, уақыттан кейін $6 бар сомаға қол жеткізді. Бұрынғы өмірінде ол әскери адам және тау-кен инженері болған. 90 жылдары ешкімге инженерлік қажет болмаған кезде Леонид өмірдің түбіне түсуге шешім қабылдаған. Сіздермен болған мен Әсия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.